Мекке сапарынан түйген үш нәрсе. Инсайт деген қазақша қалай екен? Иә, Алланың қалауымен умра сапарына барып келдік. Шетелдіктермен де сөйлестік, құлшылықта да еттік, әлхамдулилля. Ал енді осы сапардан не түйдік? Бөлісе кетейік. Бірінші, сұра. Жай ғана қол жайып дұға етіңізші. Біз көбінесе соның өзінде істемейміз ғой. Екінші, ойыңды шектеме. Өз қабілетің емес, Алланың ұлылығына қарап сұра. Бір қызық айтайын. Осы жолы алғашқы умрада жасаған дұғама өз көзіммен куә болдым, арасы 2 ай. Және соңғысы әрекет. Дұға етіп сұрағаннан кейін енді Аллаға тәуекел етіп, соған қарай әрекет ете беріңіз. Әрине, еш нәрсе аспаннан түсе қалмайды. Сол үшін де әрекет керек. Және ол қалай болады, ондай мүмкін емес қой деп бас қатырмаңыз. Бәрібір түсіне алмайсыз. Жай ғана еш күмәнсіз сеніңіз. Ол болады. Әлде Алладан күмәнданасыз ба?